Бүгінгі таңда сот жүргізу үрдісі біршама жеңілдеп, тұрғындардың сот әділдігіне қол жеткізу мүмкіндігі арта түсті. Облыстық соттың төрағасы Мұратғали Әкетай қазақстандық сот жүйесінің жетістіктері туралы айтып, әріптестерін келе жатқан мерекелермен құттықтады. Еліміздің басты мерекесі Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Бұл мерекеге бейбітшілік пен тұрақтылықты, ерлік пен батырлықты, ата-баба дәстүріне деген құрметті білдіреді. Көптеп күткен тәуелсіздік баянды болып, еліміз гүлдене берсін. Қазақстан Республикасының жеткен жетістіктері елбасы, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың орасан зор еңбегі деп есептеймін. Бұл күні жуырда тағайындалған 7 судья салтанатты түрде ант қабылдап, өздеріне жүктелген міндеттерді бұлжытпай орындаймыз деп уәде етті. Облыстық соттың судьясы Людмила Воротынцева 3 биік құрмет белгісімен, 2-ші дәрежелі сот жүйесінің үздігі төс белгісімен ауданаралық экономикалық соттың маманы Татьяна Вьюхова марапатталды. Облыстың ең үздік судьялары өңір басшысы атынан құрмет грамоталарына ие болды. Салтанатты шарада ардагерлер ерекше құрметке бөленді. Бүгінгі таңда Қазақстанда сот қызметінің тиімді заң жүйесі құрылып, олардың тәуелсіздігін нығайту мақсатында жүйелі шаралар жүзеге асырылды. Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың судьясы Бақыт Сатыбалдинова мен әріптесі Қайрат Смағұлов мереке қарсаңында 2 бөлмелі пәтерлерге ие болды. Ел президентінің құрмет грамотасы мен мінсіз қызметі үшін ведомстволық 3-ші дәрежелі медальмен облыстық соттың судьясы Қайрат Шәкімов марапатталды. Награждение почетной грамоты. Ел президенті атынан құрмет грамотасына ие болу мен үшін үлкен мәртебе. Еңбегім осылайша жоғары бағаланғанына өте қуаныштымын. Көрсетілген құрмет өзіме артылған міндет деп білемін. Салтанатты жиында жуырда өткен ауданаралық және оған теңестірілген соттардың жұмысын ұйымдастыру бойынша байқаудың нәтижесі шығарылды. Жеңімпаздарға компьютерлер мен көп функционалды құрылғылар тарту етілді. Шараны қорытындылай келе әділет органдарының мамандары елбасы қойған міндеттерді бұлжытпай орындап, өңірдегі сот жүйесінің беделін арттыру жолында тынымсыз еңбек ететіндері туралы айтты. Әсел Оразбаева, Индира Қалиева, Анатолий Беланок, ақпарат.